Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдерің қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Жарайсыңдар. Енді маған айтыңдаршы, қазір жылдың қандай мезгілі? Дұрыс, қыс мезгілі. Қане, қайталап айтайық. Қыс, зима. Қыс, зима. Ал енді тілдік жаттығуын қайталайық. Ыс, келді қыс. Сыртта не жауып тұр балалар? Дұрыс, қар жауып тұр. Қар, снег. Қар. Қайталайық. Ар, жауды қар. Мынау шана, санки. Шана. На. Мынау шана, санки. Қар кесегі, снежки. Балалар қар кесегімен ойнап жатыр. Дети играют в снежки. Қар кесегі. Снежки. Балалар, бұл сөздерде қазақ тілінің қ дыбысы бар. Қане, айтайықшы. Қ. Қар, снег. Қыс, зима. Қар кесегі, снежки. Жарайсыңдар балалар. Ал енді біз сендермен тақпақ жаттаймыз. Қане, тыңдап алыңдар. Боран соғар оң жақтан, боран соғар сол жақтан. Қар атысып ойнасақ, су болады қолғаптар. Тамаша, енді мен айтамын, сендер қайталаңдар. Я буду говорить, вы повторяйте. Боран соғар оң жақтан, боран соғар сол жақтан. Қар атысып ойнасақ, су болады қолғаптар. Боран соғар оң жақтан, боран соғар сол жақтан. Қар атысып ойнасақ, су болады қолғаптар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді бұл тақпақты сендер жаттап алу керексіңдер. Вы должны выучить этот стих. Үйден ата-аналарыңызбен бірге жаттаңыздар. Балалар, айтыңдаршы, қар қандай түсті? Снег какого цвета? Иә, қар ақ түсті. Ақ. Қане айтайықшы? Ақ, белый. Ақ, белый. Тамаша. Балалар, рахмет сендерге. Үйден осы тақпақты жаттап алыңыздар. Бәрің де өте тамаша тыңдадыңдар. Сау болыңдар.